Сәлем қалдарыңыз қалай, көңіл күйлеріңіз қалай, үш бала шағаларыңыз аман ба, жаздарыңыз қалай өтіп жатыр, бала шағаларыңыздың демалысы дегендей. Біраз болды контент түсірмегеніме, сондықтан бүгін емес кешеден бері қайтадан жүйелеуге, әр ісімді жүйелі түрде орындауға, жалпы адамда дисциплина болмаса, бір нәрсені тұрақты жасап тұрмаса, кез келген нәрсе жаңағы неден шығып кетеді екен, жүйеден шығып кетеді. Сондықтан 2-3 күннен бері қайтадан қолға алып, таңда ерте тұрып, осындай контенттерімді қайта түсіріп жалғастырдым. Бала шағамызбен бірге паркте жүрміз. Расымен таңғы серуен, таңғы рызық, таңғы көңіл күй, таңғы ауа райы, таңғы көрініс, таңғы енді атмосфера өте керемет. Бүгінгі күнгі айтайын деген тақырыбым жалпы адамдар жалпы кез келген істің, кез келген жетістіктің, отбасы болсын, балалармен қарым-қатынас болсын, айналаңызбен, қоғаммен, жалпы кез келген ісіңізге, өміріңіздің кез келген сферасына әсер ететін нәрсе бұл көңіл күй екен. Көңіл күйіміз қашан біздің көтеріңкі болғанда, қашан біз күліп жүрген кезде істеріміздің барлығы алға баса бастайды екен. Соны байқадым мен өмірімде, жалпы практика етіп те көрдім. Өздеріңіз де көрсеңіздер болады. Қанша жерден жайқалтып дастархан жасап қойыңыз, қанша жерден керемет жерге барыңыз, сіздің көңіл күйіңіз болмай тұрса, ештеңені қаламай тұрсаңыз, ішкі жаңағы қуанышыңыз, ішкі өзіңіздің жаңағы неңіз дел сал болып, ештеңеге желанияңыз былай айтқанда болмай тұратын болса, оның бәрі көк тиынға тең. Ал егер сіздің көңіл күйіңіз көтеріңкі болып тұратын болса, барлық нәрседен қуаныш көре алатындай, кез келген дүниеге қуана алатындай, шынымен де жоқ нәрсеге емес, бар нәрсеге назарыңызды беріп, қуана білген кезде, шүкіршілік ете білген кезде, көңіл күйіңізді ашып, өзіңізді қуанышты кейіпте ұстап, расымен шынайы күлімдеген кезде барлық нәрсе оңынан болады екен. Сондықтан күліп жүріңіздер, күлімсіреп жүріңіздер, жүздеріңізді әрдайым мұң шалмасын. Сондықтан қуанышты болған сәтте, күлімдеген сәтте, бақытты сәтіңізде сіз сондай сәттерді көбірек өміріңізге тартады екенсіз. Біздің өміріміздегі басты нәрселер, өмірдің бақытты болу құндылықтары, жалпы бақытты болуымыздың немен өлшенеді деген кезде біздің көңілді болған, бақытты болған, күлімдеген сәттерімізбен өлшенеді екен, жылдарымызбен емес. Сондықтан қуанышты сәттеріңіз, көңілді сәттеріңіз көп болсын, күліп жүріңіздер. Қанша қиын болса да күлімдеп жүріңіздер. Күндеріңіз берекелі өтсін.